Түлкінің күлкісі ертегісі. Елпенге жүгіріп келе жатқан түлкінің сирағы саршұнақтың ініне түсіп кетіп, кептеліп қалыпты. Қанша әуреленсе де қайта тартып шығара алмайды. Інінде жатқан саршұнақ сұғынып тұрған түлкінің табанын қытықтай бастайды. Қытыққа шыдай алмаған түлкі өзінен өзі ыржаңдап күле береді. Сөйтіп күліп тұрғанда қасына қасқыр келеді. «Ол түлке, неге күле бересің? Қандай қызық көрдің?» деп сұрайды. Сонда түлкі: «Әлемде болып жатқан қызықты көрсең, сенің де ішек-сілең қатар еді» деп ыржалақтап. Бұған қасқыр нанып қалады да, сол қызықты көзімен көргісі келіп ынтығады. «Қане, маған көрсетші» деп жалынады. Түлкі қылмыңдай қарайды қасқырға. «Ол үшін мына тесікке аяғыңды тығып, тура қарсы алдыңнан көз алмай қарап тұруың керек». Ендеше бұлай тұр деп қасқыр кемелеп кеп түлкінің аяғын іннен суырып алады да, өзінің жуан түкті сирағын сұғып жібереді. Мұны көріп, індегі саршұнақ ойланып қалады. Жаңа қытықтап едім, сонда да кетпей қойды. Енді мұны сұқпастай қылайын деп қасқырдың өкшесін кеміре бастайды. Қасқырдың жаны көзіне көрініп түлкіге жалынады. «Құтқара көр, досым, дүние кезек деген осы. Өзің малды қалай жеуші едің? Енді сені де біреу сирағыңнан кеміріп көрсін» деп кете беріпті түлкі.